Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының Республикалық Кәсіподақтар бірлестігі мен Ардагерлер Республикалық Ардагерлер кеңесі бірігіп болашақта жасайтын бір бөлек жұмыстар жөнінде кездесіп отырмыз бүгін. Қазақстан Республикасының Конституциясына, нормативтік құқықтық актілерге және ішкі құжаттарға сүйене отырып, біз болашақта еңбек заңдылықтарының сақталуы, халықтың тәрбиеленуі, елдің бірлігі, тыныштығы, тағы басқа көптеген елеулі бағыттарда бірігіп жұмыс жасауды қарастырған меморандумға қол қойдық қазір. Бұл қол қойып отырған құжатымыздың барлығы, жасалатын жұмыстардың барлығы негізінен елбасының үлкен саясатының, елге, халыққа жолдауының, үкіметке берілген тапсырмалардың негізінде қаралып отырған құжат. Қай уақытта да кәсіподақ елдегі қызметкерлердің еңбек құқығының сақталуы, керегді туындайтын көптеген сұрақтардың заң жүзінде, заң көлемінде шешілуіне үлкен ықпал жасайтын қоғамдық орын. Ал Республикалық Ардагерлер кеңесі 2 миллионнан астам мүшесі бар ең үлкен қоғамдық ұйым. Сондықтан біздің бірлесіп жасайтын жұмыстарымыз әр салада және көп. Сондай жұмыстардың бірі бүгін жаңа меморандумға қол қойған кезде біз оны әңгіме қылдық. Біз осы таяу уақыттың ішінде жоғарғы сотпенен медиация жөнінде ардагерлер менен жоғарғы соттың бірігіп қарайтын жұмыстар жөнінде меморандумға қол қойғалы отырмыз. Бұндай бағыт Республикалық Кәсіподақ Федерациясында да қаралған екен. Бұл жерде келісім орталығы ашылғалы отыр екен. Болашақта осы бағытта біз бірігіп елге, халыққа керек үлкен жұмыстарды атқаратынымызға сенемін.